Сәлеметсіздер ме, құрметті салымшылар, сіздермен бірге бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Қор әр 90 сайын ашық есік күні деп аталатын маңызды іс-шара өткізеді. Әрине, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есіктері күн сайын барлық салымшылар мен алушылар үшін ашық екені анық. Бірақ бұл іс-шара белгілі бір кезеңде халық тарапынан көбірек ақпарат талап ететін қызықты және өзекті мәселелер бойынша өткізіледі. Қатысушылар негізгі тақырыптардан бөлек жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қатысты кез келген сұрағын қойып, нақты жағдай бойынша жеке кеңес ала алады. Іс-шараның негізгі мақсаты халықтың зейнетақы жүйесі мәселелері бойынша қаржылық сауаттылығын арттыру. 2 жылдан астам уақыт бойы ашық есік күні онлайн форматта өткізіліп келеді. Шақырту белгілі ұйымдар бойынша жіберіліп, бұқаралық ақпарат құралдарында, қалалық және аудандық әкімдіктердің сайттарында орналастырылады. Бұл әрекет іс-шараның жағрапиялық ауқымын кеңейтіп, оған қатысуды жеңілдетеді. Мысалы, интернет болған жағдайда шалғайдағы елді мекеннен облыстық филиалға қосылуға болады. Соңғы кездесудің тақырыбы Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің еңбеккерлерін зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісім. Қордың электрондық сервистерін міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер үшін дамыту. Бұл мәселе жұмыс берушілердің ерекше назарын ілікті. Оған қатысқан заңды тұлғалардың саны 794-ке жетті. Таңғаларлық жағдай, олардың көбі жеке ұйымдар мен жеке кәсіпкерлер. Тұсаукесер мемлекеттік және орыс тілдерінде өткізілді. Слайдтарға түсініктеме беріліп отырды. Спикерлер Еуразиялық экономикалық одақ елдерінде жұмыс істейтін еңбек мигранттарының зейнетақы құқықтарының қалай іске асырылып жатқаны, еңбекшілердің өздері де, олардың жұмыс берушілері де не білуі және не істеуі керектігі туралы толығырақ айтып берді. Сол күні онлайн кездесуге қатысқандардың барлығы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры сайтында заңды тұлға кабинеті сервисінің қосымша функцияларымен және мүмкіндіктерімен таныса алды. Бұл тақырып әсіресе шағын және орта бизнес өкілдерін қызықтырды. Келесі кездесу жақын арада өткізілмек, ал оның тақырыбы одан да қызықты болады. Біздің жаңалықтарымызды қордың сайтында және әлеуметтік желідегі парақшаларымызда қадағалап жүріңіз. Біздің арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Маңызды ақпараттан қалыс қалмаңыз.